Сәлем достар, қалдарың қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге берекелі дастархан. Достар, мен бүгін сіздерге өте оңай жасалатын, өте дәмді пирогтың, яғни алма қосып жасалатын шарлотканың жасалу жолдарын көрсетемін. Рецептін осы видеоның астына описаниеге жазып кететін боламын. Достар, менімен бірге шарлотка жасайық. Ол үшін менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, қоңыраушаны басып тіркеліп алыңыз. Ал бісміллә деп бізге керек заттарымызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге құрғақ ыдыс, ұн, қант, айран, жұмыртқа, ас содасы және алма қажет болады. Ең алдымен бір кесе айранымызға кішкене өсімдік майын немесе ерітілген сары майды қосып араластырамыз. Содан соң жарты қасық ас содасын айранға араластырамыз. Араластырып, демалдырып қоямыз. Ас содасы айранмен араласқаннан кейін көпіршіп, ол үлкейе бастайды. Құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып, қантты бөліп салып, вилкамен, немесе венчикпен, немесе миксермен араластырамыз. Қанттың екінші бөлігін салып, жақсылап қант ерігенше араластырамыз. Негізі бұл жерде миксерді пайдаланған дұрыс. Енді осы жұмыртқамыздың үстіне ас содасы қосылған айранымызды құйып араластырамыз. Бір келкетіп араластырғаннан кейін ұнымызды салып тағда араластырамыз. Араластырған кезде міндетті түрде бір шетке қарай айналдыру керек. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап қоямыз. Және де алмаларымызды турап, ортасындағы сүйегін, ағаштарын алып, майдалап турап дайындап аламыз. Достар, осы видеоның астына описаниеге рецепттің толық мөлшерлерін жазып кететін боламын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сіздерге және отбасыларыңызға ұнайды. Бестің шайына немесе балаларыңызға жегенге өте дәмді шарлотканың рецепті. Ұнымызды араластырғаннан кейін осындай қою қаймақ тәрізді қоспа болады. Енді ыдысымызға пергамент қағазын төсеп, дайын болған қамырымызды құямыз. Осылай қамырымызды құйып, кішкене тегістейміз де, бетіне алмаларымызды салып шығамыз. Алманы осылай бетіне салсаңыздар да болады, немесе қамырға араластырып жіберсеңіздер де болады. Алмаларымызды осылай салып шығамыз. Содан соң қызып тұрған печкада 180 градуста 45 минутта пісіріп аламыз.
Достар, міне біздің пирогымыз да пісті. Алма қосылған бәліш немесе шарлотка. Достар, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазсаңыздар болады. Міне осындай пышный өте әдемі пирог бізде дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, рахмет.